Саламатсыз ба, құрметті тыңдарманым? Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сізге отбасы оқиғаларынан болып жатқан бір түйткілдер жөнінде әңгімелеп беремін. Балам осыған үйленбесем болмайды деп отырып алған соң, елдің қаңқу сөзін құлаққа ілмей, біз де келінімізді жылы қабылдадық. Басында бәрі керемет болды. 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап, мәре-сәре болып қалдық. Оның үстіне келіннің де құрақ ұшып, бәріміздің көңілімізден шығуға тырысып, асты үстімізге түсіп жатқан соң, ішіміз жылып сала берген. Бірақ шөптің басы бекер қимылдамайтыны рас екен. Оған кештеу көзім жете бастады. Жыл өтпей жатып, екеуінің арасында ала-мысық өткендей алауыздық пайда болды. Күнде жанжал, кешегі махаббаттарынан түкте жоқ. Үндеме деп келінді басып та, қойсаңшы деп ұлымызға тоқтау айтып та көрдік. Жоқ, ерегісіп алғанда екеуі де қайтар емес. Балалы болған соң ақылдары кірер деген үмітіміз де ақталмады. Ақыры келініміз шешесін шақыртып төркініне кеткен. Ажырасамын деп отырып алды. Ұлымызға ақыл айтып, сабырға келуін шақырғанымызбен нақты себебін де біле алмай дал болдық. Құрдастарынан сұрастырып көрсек, бір-бірін өлердей қызғанады деп күледі. Келіннің де кезінде қолына дипломын ала алмай, оқудан шығып қалғанының бір себебі де сол екен. Қыз біздің баланың басқан ізін барлаймын деп жүріп, сабағына бармай қала берген ғой. Қатар құрдастарының ортасына барса да, екеуі бір-бірінен ажырамай жүретін көрінеді. Келіннің ел көзінше дәретханаға да баламды ертіп жүретінін естігенде не күлерімді, не жыларымды білмедім. Көптің көзінше махаббаттарын минут сайын паш етіп отыру әдепсіздік екенін айтып, бір-екі рет ескерткенім де бар еді. Онымды жақтырмай қалған. Ауылдық жерде білесіздер, бұнда жас жұбайлардың көшеде қолтықтасып жүруінің өзі оғаш көрінеді ғой. Біздің келін ондайдан ұялмайтын. Керісінше біреу қарап тұрса, оның бауырына тығыла түсетін. Көшенің кішкентай балаларының өзі екеуінің артынан жүріп аңдиды екен. Оны көрші әйел айтып келіп, келініңе ескертсеңші дегенде өзім ұялдым. Басында ол да біреудің әлпештеп өсірген ерке қызы ғой деп, оның бәрін балалық деп қабылдағанмын. Жоқ, балалық аңғалдықтың да астарында да арамдық жатады екен. Өз қара басының пайдасын бірінші орынға қойып үйренгендер басқаның пікірімен санаса қоймайтынын осы жасқа келіп түсіндім. Ұлымның ашуы балалы болған соң да басылмады. Анда-санда ішіп келуді шығарды. Ащы суға тойып келген күні үйде ұйқы жоқ. Ә десе мә деп келін де қайтпайды. Біздің көзімізше шапылдап дес бермейді. Ұрыстың себебі ұлымның жарының адалдығына сенімсіздігі екенін аңғарғанда, елдің сөзі шындық болғаны ма деп жағамды ұстадым. Енді тек ұлыма ақыл айтып, сабырға шақырумен болдым. Бір күні сондай жанжалдың бірінде немерем қорыққаннан шырқырап жылап жіберді. Шошып қалмасын деп, мен де қолыма алып өз бөлмеме көтеріп барып жұбатып отырсам, қайтпас қайсар келінім жүгіріп келіп, баланы қолынан жұлып алып кеткені. Не оймен өз бауырына қысып алып кеткенін мен әлі күнге түсіне алмадым. Өйткені баласын қолына алған соң да аузы жабыла қоймады. Тіпті баланы көтерген күйі шаптығып тұр. Сол түні шынымды айтсам, мен қатты қорықтым. Екеуінің қолы ұстасып, енді бірге жүре алмасын сездім. Келінге қол көтермекші болған ұлымызды әкесі екеуміз әрең бастық. Сондағы ұлымның жылап тұрып, бұл менің ақ ниетімді, адал сезімімді біле тұра алдап соғыпты деген бір ауыз сөзі менің де жаныма батып кетті. Алданып қалдым да, ақ ұрып жылаған қызды жұбатам деп жүріп, қалай өзінің арамзалықтың арбауға түскенін балам енді сезсе керек. Жолай жолыққан бір жігіт келіннің ауылдасы болып шығып, ол жайында бар білгенін жайып салған ғой. Қатесін ұғып кешірім сұраса, баламды басып,
екеуін жарастырсам деген оймен келіннің жанына келіп отырып әңгіме бастағаным сол еді, керісінше одан ары өршеленіп кетпесі бар ма? Аузынан ақ ит кіріп көк ит шығып жатқанда жағамды ұстадым. Ондай сөздерді анау-мынау әйелдер де біле қоймайды. Мен де шыдамай кеттім. Келіннің шешесіне телефон соғып, бар жайды баяндап бердім. Келіп қыздарын алып кетулерін өтіндім. Өйткені ашуға мінген ұлым қолын көтерсе, бата тимей қате тиіп бір жерге мертіктіріп, өзі шатылдап жүрмесе де деген қаупім болды. Сол түнгі жанжалдың ертесінде немеремді алып төркініне кеткен келініміз араға ай салып келіп тұр. Ештеңе болмағандай. Бөлек тұрып көреміз, сіздерге бала керек болса, маған бай керек дегенде ендігі кінәні бізден көретінін сезе қойдым. Ол уақыт аралығында ұлымыздың да ашуы басылғандай болып көрінген. Оларды зорлап қосқан жоқпыз, зорлап ажырастырып алсақ қалай болады деген оймен екеуіне сәт сапар тілеп қалаға шығарып салдық. Бір күні ұлым, мама, құдаларыңыз баланы өз атына жаздырып алмақшы. Біз жаспыз ғой, әлі балалы боламыз. Айнұрдың үйінде кілең қыздар ғой, деп күмілжіді. Бұлай болады деген ой үш ұйықтасам да түсіме кірмепті. Иә, біздің келін құдамыздың тұңғышы, одан кейінде 3 қыз бар. Ол керек болса өз туған бауырларының да баласын бауырына басып өз атына жаздырып алуларына болатын еді. Перзентханадан шығарып әкеліп, жаялығын жуып, қолымнан тастамай баққан немеремді қалай қия саламын. Тіпті келінімнің өзін де босанған соң 40 күн түзге отыруға сыртқа шығармай қарағаным есіме түскенде күйініп кетем. Ешкім жоқ жерде көзіме талай жас алдым да. Ұлымның бұл хабарын әкесіне айтсам, бір шатақтың боларын сезіп, оқиғаның ақырын бақтым. Сен келісім бермесең, ештеңе бітпейді, уақыт соза тұрсаңшы, деп құжат рәсімдеуді кейінге қалдыра бер дегем. Одан кейін балам екеуміздің арамызда бұл тақырып қайта көтерілмеді. Құдалар да сол күйі хабарсыз қалды. Тіпті мүлдем хабарсыз кетті деуге болады. Шақырған жиын тойға олар келмейтін болды. Біз де бармаймыз. Телефон арқылы да сөйлеспейміз. Әйтеуір екеуі, келін мен балам айына бір келіп, үйдің тірлігін істеп бірге кетіп жүрді. Бұл да жастардың өзара келіскен шарттары екен. Бұған да шүкір дегем. Бірақ ер азамат әйеліне деген сенімін бір жоғалтса, бұрынғы сезімдерінің қайта жандануы екіталай екен. Өткен жолғы Шымкенттегі жағдайды естіп жағамды ұстадым. Әлгі 48-дегі мұғалім әйелдің өз жарының қолынан қаза болғанын айтамын. Ері үйленгелі көңілі күпті болып, әйеліне сенімсіздікпен қарап келген ғой. Шешем талай рет әкеме, мен сенің алдыңда адалмын деп айтқан, деп шырылдап жылап тұр балалары. Сонда осынша уақыт қалай бірге өмір сүріп келген? Осыны көріп алып, мен де өз баламның жағдайын ойлап қорқып кеттім. Сенім жоқ жерде бірлік, ынтымақ, ырыс қайдан болсын? Ұлымның да сырт көзге білдірмей, іштен өзін өзі жеп, жүйкесі сыр беріп, күндердің бір күні оғаш қадамға барып жүрсе, ойлаудың өзі қорқынышты. Ақыры ұлым да шыдамаса керек, ажырасуға арыз берді. Бөлек тұрғанда араларында не болғанын сұрап жатпадым. Тек немеремнің жайы толғантып, сотқа балама ілесіп өзім бардым. Алғаш түскенде мамалап жанымнан шықпайтын келінім адуынды әйелге айналған. Алимент сұрайды. Мен қуанғанымнан жүзім бал-бұл жанып кетсе керек. Оны сезе қойған құдағи, несіне қуанып тұр мынау, деп тарпа бас салғаны. Қуанғаным рас. Ондағым немеремді өз аттарына аудара қоймапты деген ой еді. Сот залында оны кімге түсіндіріп айтып жатасың? Баланың нәпақасынан айырмаймыз, деп жатып әзер құтылдым. Себепті себепсіз бітпейтін сылтауларды тізіп шыққан мен, ұлымның Айнұр не деп тұрсың? Негізгі себепті әке шешеңнің көзінше айтпауымды өтініп, аяғыма жығылып жатып сұраған өзің едің ғой, деген бір ауыз сөзінен соң ғана аузы жабылды. Сол кезде менің ойыма
Ақбосағадан оқыған отбасы оқиғалары тізбектеліп келе қалмасы бар ма? Сүтте үйіп отырған отбасындағы жалғыз ұлдарының басын жыланша арбап, келін болып үйге енген соң ата-ененің де көңілін уақытша болсын тауып, балалы болған соң басын қақаңдатып басы ауған жаққа тайып тұруға дайын тұратын бұндай қыздардың мақсат мүдделері де қылықтары да ұқсас болады екен ғой. Енді бір жөні түзу келін менің де балама жолығар деп үміттенемін. Оның оқиғасы сәтті боларына сенемін. Құрметті тыңдарманым, біз де осы отбасына сәттілік тілей отырып, бүгінгі әңгімемізді аяқтаймыз.